Мен Ербулатова Дарья Ербулатқызы, Алматы облысы, Талғар ауданы, Тұрар Рысқұлов атындағы номер 16 орта мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сіздерге ұсынғалы отырған сабағым Шортанбай Қанайұлының «Зар заман толғауы». Сәлеметсіздер балалар? Жақсы балалар, сабағымызды бастамас бұрын бүгінгі көңіл күйімізді көтеріп алу үшін біз әдемі бір-бірімізге тілек айтсақ. Кім қандай тілек айтады еді? Мен сіздерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Тағы? Бүгін осы сабақта отырған барлық адамдарға жақсы көңіл күй тілеймін. Жақсы көңіл күй тілеймін. Тамаша. Мен барлық оқушыларға сәттілік тілеймін. Олай болса, балалар, өткен үй жұмысын қайталау үшін, өткен тақырыпты еске түсіру үшін, мына жерден келіп барлығымыз кіру билетін аламыз. Кіру билетінде сіздерге отыратын орында белгіленіп тұр, сол үшін әрқайсымыз келеміз, билетті аламыз, сұраққа жауап береміз, және сол билет номері бойынша орынға отырамыз топқа. Мен қажылы дүниеге келген Шортанбай Қанайұлы 18-18 жылы дүниеге келді. 18 жыл дүниеге келді. Орныңыз 3-ші топқа орналаса қойыңыз. Алуан жан шықты, қайыры жоқ бай шықты, өлең жолдары қандай қайталаудың кіне жатады? Эпифора, тамаша, жарайсыз, рахмет. Жақсы балалар, сіздер үй жұмысына кіру билеті арқылы өте жақсы жауап бердіңіздер. Және сол билет арқылы сіздер өз орындарыңызды белгілеп отырдыңыздар. Біздің бүгінгі тақырыбымызда балалар Шортанбай Қанайұлының «Зар заман толғауы». Осы «Зар заман толғауындағы» көріктеуіш құралдар, яғни қайталаудың түрлерін талдаймыз. Қайталаудың түрлеріне не жататын еді балалар? Даниял? Эпифора дегеніміз өлең жолдардың бір сөзге бітуі. Аяқталуы, бір сөзбен аяқталуы. Дұрыс айтасыз. Ал анафора деген не? Анафора дегеніміз не? Анеля? Анафора дегеніміз өлең жолдарының басқа жақтары бір сөзбен басталуы. Бір сөзбен басталуы. Аллитерация дегеніміз не? Келесі топтардан Айша. Дауыссыз дыбыстардың үндесе қайталануы. Бірдей. Ассонанс деген өлең жолдарының басындағы біркелкі дауысты дыбыспен басталуы. Тамаша, жақсы. Енді осы жерде қарасаңыздар балалар, қай көріктеуіш құрал бізде түсініксіз болып тұр? Риторикалық сұрау деген дүние түсініксіз болып тұр. Риторикалық сұрау дегеніміз өлең жолдарында байқасаңыздар, әртүрлі сұраулы сөйлемдер тұрады балалар, я? Бірақ ол жай ғана ойды, сезімді, әсерлі жеткізу үшін қолданылады. Оның жауабы сол сөйлемде тұрады, бірақ та жай ғана өлеңдерді әсерлі жеткізу үшін қолданылатын көріктеуіш құрал. Осы «Зар заман» өлеңінде мынандай жолдар бар. Мына заман, қай заман деген өлең жолдары бар. Мінеки осындай сұрауларды риторикалық сұрау деп айтамыз. «Зар заман» толғауын бір-бір үзіндісінен бір-бір шумағынан оқып, ары қарай талдау жасасақ. Ал мына топта кім? Рахымжан оқи ғой. Зар заман, зарлап өткен бір заман. Жөн білмеген жамандар, ел билеген кек болды. Көтере алмай билеген ұласқан үлкен кек болды. Ниетіне қазақтың тымақ тәуір еп болды. Заман ақыр болам деп сол себептен қорқамын. Осы жерде не айтылып тұр? Осы шумағында балалар. Қандай ой айтылып тұр? Ал Анеля не қосасың? Бұл жерде халықтың заман ақыр болады деп қорыққан туралы. Заманның өзгеруі бұл жердегі айтқысы келген. Балалар, жақсы. Мәтінмен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде сіздер кім, не, және осы шығармада кім болды, не болды, не істеді. Одан кейін кілт сөзді жазамыз. Содан кейін осы шығарманы қалай түсіндіңіздер? Бір шағын сөретпенен бейнелеп береміз. Ол сурет комикс әдісі деп аталады, жарай ма? Енді сіздерге қазір топқа берем, топпен бірігіп жұмыс жасай қойыңыздар. Боясаңыздар болады. Боямасаңыздар карандашпен әдемілеп өшіңіздер. Қай топ дайын болды? Кім не? Зар заман, байлар, қазақтар, ақша, түлкі, ағайын, бүркіт. Пара берді, көремаушылық болды. Орыстар қазақтарды қинады. Байлар ұрлық жасады, ақша деген мал шықты. Балнұр, суретіңіз бойынша не айтқыңыз келді? Біз бұл суретте байлардың кедейге
қоғамын қорғау туралы айтқымыз келді. Яғни кедейлердің ыңғайлы жағдайы болмады, ал байлар өздері қалаған затты істеді. Жақсы, жарайсыздар. Тамаша, жарайсыздар. Сіздер өзіңізге өзіңіз қошемет көрсетіңіздер. Енді осы шығармада зар заман өлеңіндегі қайталаудың түрлерін және риторикалық сұрақты табамыз шығармадан. Топ анафора мен эпифораны табыңыздар. Шығармадағы ассонансты табыңыздар. Ассонанс ой, үшінші топ дегені. Сіздер аллитерацияны табасыз және риторикалық сұрақты табасыздар. Бұл өлең жолдарында екі ассонанс бар. Есеге болы ер есім, есім сені есірткен, есіл деменен есім, ел білгеннен есім хан. Екіншісі алашыма ұран десермін, ат құйрығын кесермін, ат сауырын берермін, алыста дәурен сүрермін. Тамаша, жарайсыздар. Біз тамаша бірнеше тапсырма орындап тастадық. Енді мен сіздерді сәл сергітіп алғым келіп тұр. Азыңдаған шабынан малда еткен заман-ай, қай болса да едейден малда еткен заман-ай. Жиырмадағы сылқынды шалда еткен заман-ай, жаман озып жүріппен малда кеткен заман-ай. Енді сол зар замандағы зарменен қазіргі заманның зары қандай деп тұр? Салыстырайықшы кәнекей. Қандай ұқсастығымыз бар? Қандай айырмашылығы бар? Қазіргі зар қандай зар бар? Бұрынғы қандай зар бар? Салыстырамыз. Бұл қос диаграмма әдісі деп аталады. Қос диаграмма жеке-жеке мына жағында өздеріне тән айырмашылығын жазасыздар. Мына жаққа қазіргі заманның, мына жаққа өзінің зар заманын жазасыздар. Ортасына екеуінің ұқсастықтарын жазамыз. Бұрында да пара болған екені жазылған бұл зар заман жырында. Қазірде де пара алу көп. Тамаша. Екеуінің бұл ұқсастықтары, тамаша. Телефон. Қазіргі заманның зары телефон болды, Балалар, біздің соңғы тапсырмамыз әдеби шеңбер әдісі деп аталады. Ол сіздер ең бірінші талқылайсыздар, яғни жыр мазмұны бойынша 3 сұрақ құрастырасыздар. Жыр мазмұны бойынша 3 сұрақ қана. Сіздерді не мазалады? Қандай сұрақ сіздерді мазалады? Осыған 3 сұрақ қана құрастырамыз, жауабын жазбай қоясыздар. Және ма? Келесі топ сіздер байланыстырушы, тақырыпты өмірмен байланыстырасыздар. Жаңағы тапсырмаға кішкене ұқсас, кішкене қорытынды сөз айтамыз. Яғни жарай ма? Байланыстырып. Енді сіздер қорытындылайсыздар. Автор не айтқысы келді, оның айтқан ойы мазмұнды ма? Ал қандай сұрақ құрастырдыңыздар? Анелия оқи ғой. Зар заман неге болды? Зар заман неге болды? Жарайды, жақсы. Жанерке? Байлар бір-бірін көре алмай неге араздасты? Неге араздасты? Жақсы. Тағы бір сұрақ керек. 3 сұрақ, Даниял. Билер неге пара алды? Неге билер пара алды? Тамаша. Жақсы, жарайсыздар. Сіздердің тапсырмаларыңыз қандай еді? Өмірмен байланыстыру. Ал кім сөйледі? Ағайындар бір-бірін көре алмайды. Бұрынғы кезде де ол дүние болды, жақсы. Олай болса біздің міне соңғы тапсырмамыз ортол арқылы сұрақты оқи ғой. Зар заман романын кім негізгі? Кім енгізді? Зар заманды. Кім енгізді? Шортанбай ма, Мұрат Мөңкеұлы ма, Мұхтар Әуезов па? Жақсы. Отыра ғой. Бүгінгі сабағымызды қорытындыладық. Сіздер кері байланыс жазып бере қойыңыздар. Тез-тездетіп. Көңілсіз, қызықсыз болды. Сұрақтарым бар. Сабақта берген тапсырмаларды орындадым. Көңілді, қызықты болды. Тақырыпты түсіндім. Жаңа мағлұматтар білдім деген графаны толтырасыздар. Барлық жауап беріп отыр ғой негізі. Тапсырмаларды орындай алдым дейді. Сұрақтарым бар дейді абылайда. Сымбат үй жұмысына қатысты, оқулықпен жұмыс жасады, мәтінмен жұмыс жасады, толғаудан көріктеуіш құралдарды тапты, қос диаграмма әдісімен жүргізді, әдеби шеңбер әдісін орындады, вордбал тест жүргізді, 10 балл. Үйге тапсырма зар заман және Шортанбай тақырыбында эссе жазу. Және өздеріңізге ұнаған толғаудан үзінді жаттау. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңыз үшін, белсенді қатысқандарыңыз үшін
көп рахмет айтамын, сау болыңыздар.